мынау орамал мәселесі сөз болған уақыт қой. Соны бір әйел зат айтады, бұл арабтың салты бізге керек емес дейді. Мен айтам да, негізгі орамал мәселесіне мына сіздер әйелдердің қарсы шығуларыңызға негіз жоқ деймін да. Қайта қыз баланың абыройын сақтап, орамал таққаны әсіресе мына әйел сіздер үшін жақсы ғой деймін да. Неге? Көшедегі қыздардың бәрі орамалын тағып, абыройын сақтаса, саған жақсы емес пе? Күйеуің зина жасай алмайды. Түсінген адам үшін да. Қызығушылықпен қарай алмайды. Сіз қол аяғыңызды көтеріп, қолдап кетпейсіз ба деймін да. Ал енді жарайды, ал қарсы шықтыңыз деймін да. Анау, не дейміз анау, жезөкшелер. Кім барып атқан оған? Сананың төмендігі де. Мен ойлаймын, халықтың бір түсініп, оянатын кезі келді. Ол мәдениеттің батыстық, бізді жақсылыққа жетелемейтіндігіне. Бұны бір діндардың, болмаса бір ұлтшыл азаматтың оны айтуы керек емес қазір. Оның неге апарып отыр? Сондықтан жаңағы семьясын 3-4 баласымен болсын, 5-6 тіпті бір баласымен болсын тастап кетіп атқан ер, ол сол батыстың мәдениетінің жемісін көріп отқан адам. Енді ол кетіп қалып жатса, нағып ренжіп жатсың. Оның айыбы не, басқа қатын жақсы көріп қалғаны ма? Енді сен соны қалап отырсың ғой. Мәне мәселе қайда жатыр?